Бүгінгі күні елдегі алғашқы санитарлық көмек көрсететін емханалар мен амбулаторияларда 80 мың пациентке жеткілікті дәрілік заттар бар. Сонымен қатар осы жылдың басында медициналық ұйымдарға 6 миллиард теңгеге дәрілік заттар әкелініпті. Бұл барлық жылдық көлемнің 70%-ын құрайды. Мамандар вирусқа қарсы күресу үшін вакцинациядан басқа жол жоқ екенін айтып, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолды іздеуге кеңес берді. Эпидемиологиялық тексеру барысында осы ауырғандардың 80%-ы егілмеген адамдар болды, немесе 6 ай бұрын егілген адамдар екені анықталды. Бұл тағы да осы коронавирустық инфекцияға қарсы иммунитет, яғни вакцинацияның қажет екенін растайды. Бүгін күні егілуге тиісті ересек адамдардың 80%-ы астамы елімізде вакцинация алды. Ол осы барлық халқымыздың 56%-ын құрап отыр. Ревакцинацияда қарқынды жалғасуда. Бүгінгі күні ревакцинациямен 5 миллионнан астам адам қамтылды. Әлем елдерінде таралып жатқан мешін шешегі қуанышымызға орай Қазақстанға келген жоқ. Алайда сақтансаң сақтайды дегендей, қазіргі кезде елде аталған дерт түрін анықтайтын 1300 сынама бар. Проводится симптоматическое лечение. Емдеу барысында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы симптомдар бойынша ем қолдануды ұсынады. Бүгінде ғалымдар осы инфекция таралып жатқан елдер бұл туралы ауру ағзаны улап, бүртпілер шығатынын айтып отыр. Қазіргі кезде кейбір елдер вирусқа қарсы зерттеулер мен эксперименттер жүргізіп жатыр. Біз де бұл дәрі-дәрмекті зерттеп жатырмыз, оның клиникалық сынақтан өтуі маңызды. Егер өткен жағдайда оны мешін шешегін емдеу хаттамасына ұсынып қосатын боламыз. Маусымдық аллергиясы бар адамдар екпе салдыртала ма? Ажар Ғиният мұндай аллергия түрлері жұқпалы аурулар қатарына жатқызылмайтынын айтып, вакцина салдыртуға кедергі еместігін жеткізді. Сезонный аллергия. Маусымдық аллергия түрлері екпе алу үшін ешқандай қарсы көрсетілімдері жоқ. Тек қана ауыр аллергия түрлерін оғана екпе салынбайды. Оны мамандар вакцина қоймастан бұрын тексеру кезінде де анықтап айтады. Қазіргі кезде елде вакцинаның 3 түрі бар. Казвак, Синофарм және америкалық Pfizer екпе түрі. Сондай-ақ алдағы уақытта аталған Pfizer вакцинасының 300 мың додасын алу жоспарлар қатарында бар. Қуаныш Қапес, Первый Северный.